Demek bu temada birinci tizden altında yazıyoruz. Demek A tem V minus nölü bölü metre. Ölçüm bölümü metre bölü sekund kvadrat. Demek tizlerin formülası V minus nölü bölü metre. Bunun iki katı ölçüm metre bölü sekund kvadrat. Şimdi bunun tekrarı 3 жағдайы бар. Demek A 10, yani ters tizlenmiş қозғалыс. A темір, бұл тегіс қозғалыс. A кіші нөл. Бұл тегіс тізленmiş қозғалыс. Тегіс тізленmiş қозғалыста тезлік пенен тезленудің бағыты өзара сәйкес келеді. Мына жерде тек қана тезліктің бағыты болады. Тезленудің бағыты болмайды. Ал мына жерде tezlik benim tezliğimin bağıntı özellik seviyesine болады. Demek turusunda tegis tezlenişi қозғалыста A мен B'nin bağıntı seviyesi келеді. Tegis қозғалыста ешсі. Yani tek қана tezliktің бағыты болады. Tezлену үшін әсерленуші қозғалыста tezlik пен tezленудің бағыты қарама қарсы келеді. Енді бұның графикалық түрде суреттейтін болсақ, мына жағы V, мына жағы T болатын болса, demek birincisine buna сәйкес келеді, tezленуші қозғалыс, екіншісіне buna сәйкес келеді, тегіс қозғалыс, үшіншісіне buna сәйкес келеді. Demek бұл әсерленуші қозғалыс болып табылады. Енді екінші график. Енді графикке келетін болсақ, мына жағы V, мына керекті T болатын жағдай болса, мысалы үшін дене тегіс тезленуші қозғалыспен кетіп баратқан болсын. Мұнда мынаның майданы болсақ, бұл майдан жолға тең болады. Демек S майдан тең болады S жол. Қалай уақытқа түсірілген мындай майдан болатын болса, онда бұл жолды береді. Енді бір жол, бір ұсыл. Енді тикарлы ұсылы, яғни математикалық алгебралық түрде тәрбиені жазамыз. Демек, турысығы тегіс тізленуші қозғалыстағы орын ауыстыру. Өзі орын ауыстырудың формуласы тикардан S тең x минус x нөлге болады. Дене x көшіріп уақытында болса, дәстек x нөлге тұрған болса, қандай да уақыттан x деген уақытқа жетіп келеді. Бұл орын ауыстыру болып табылады. Орын ауыстыруды тәрбиелеу үшін мен мына x-тің екендігін бұл басқаныш координатада деп айтылады. Бұл координатаны анықтау үшін қозғалыс теңдемесін жазу керек болады. Қозғалыс теңдемесі. Қозғалыс теңдемесі x тең x нөлі плюс нөлі t плюс ат квадрат бөлінген 2 деген формула жасаймыз. Демек x нөлі басқаныш координата, нөлі басқаныш тезлік, a деген тезлік. Осыдан келіп шығып, мен мына екінші формуланы жазамын. Демек s тең x минус x нөлі болатын болса, бұлайға бөліп v нөлі t плюс ат квадрат бөлінген 2 деген ең тикарлы формулаларын бір жазамын. Енді және бір формуласы бар. Егер де мен мына жерде a-ның орнына v минус нөлі бөлінген t деген формуланы қойсам, мына жерге онда s-тің орны және өзгереді. V плюс нөлі бөлінген 2 көбейтілген t деген формуланы жасайсыз. Ал егер де t-ны деп қоятын болсақ, яғни t-ның орнына v минус нөлі бөлінген a деген. Яғни мынаның орнына, мынаның орнына, мынаның қоятын болсам, s-тің формуласы v квадрат минус нөл квадрат бөлінген 2 a деген формула береді. Демек, бір ғана орын ауыстыру дегенің 1, 2, 3, 4 формуласы барып табылады.
Mına формуладан қарап тұрып біздер орташа тезекті аламыз. Демек, V орташа тезлік дегеніміз ұлма жолдың ұлма уақытын қатынасы еді. Ең ауыз көрдік. Мына жерде ұлма жолын орын ауыстырып, ұлма уақытын екі қатынасы мына шамаға ефект бар. Демек, V орташаның формуласы V плюс нөл бөлінген 2 деген анықтармен істей бересіздер. Енді бесіншісі n-ші секундтағы орын ауыстыру. N-ші секунд деген егер A точка болатын болса, B точкаға жеткен қандай да бір T уақытта жетіп барады демек. T уақытта жетіп барады деп есептейді. Енді мына жерде, мысалы үшін мынау A точкадан B точкаға T уақытты жеткізсе, енді T минус 1 уақытта жетіп келеді. Мысалы айтқанда, мынау 10 секундта жетіп келген болса, мына жер 13 секунд болады. Мынау n секунд деп айтады. n секунд формуласын тикатын прям жазып беремін. Sn дегеніміз S-дан аламыз S-T минус 1-ден. Яғни 10 секундтағы басып өткен жолды, мысалы 9 секундтағы басып өткен жолды тапса, сол 10 секундтағы басып өткен жол шығады. Ол бірінші формуласы. Екінші формуласы да бар. Sn дегеніміз нөлевой плюс A бөлінген 2 минус 1-ге формула шешеміз. Демек, нөлевой деген сол басқарамыз тезлігі, мына жердегі A деген мынаның қозғалыс уақытында тезлігі, n деген нешінші секунд. Мысалы үшін 3 секунд болса 3 толып кетеді, 5 секунд болса 5 толып кетеді. Сол бойынша істей бересіздер. Түсінікті? Енді бір мысал қарап өтейік. Демек, 18-ші мысал берілген. Мына тарифі V, мына тарифі T. Демек, графикті қараймыз. Мынандай V һәм T берілген графигінің майданы біздерге орын ауыстыру береді. Мына тоғыз бірінші, S1. Демек, S1 дегенің 1 бөлінген 2 AH деген формула ішінен. Үшінші үшін. Мына тариф ұлтан 3-ке тең. Биіктігі 15-ке тең. Забылайыз. S2. Мына тариф 3 пен 15-тің арасы. 2-ке тең. Биіктігі мынағы -10 деп қойды. Демек, қараңыз, майдан теріс болмағаннан кейін мына жердегі -10 дегені +10 деп кетеміз. Демек, мынау 10 метр шығады, мынау 22,5 метр шығады екен. Енді сізден сұрайды. Жол сұраса, демек, L деген әріппен белгілесек, S1-ге S2-ні қосып жібереміз. Екі қосылады. Орын ауыстыру сұраса, S тең S1 минус S2, яғни мына үстіндегі жолдан астындағы жолды тапсырасыз. Егер үстіндегі жол үлкен шыға, демек X көшір бағытында жазған болады. Егер астындағы жол үлкен болып кетсе, яғни астындағысы үлкен, үстіндегі кішкентай санынан теріс шықпаса, онда демек X көшіріне қарама-қарсы қандай бір ара көшкен болады. Егер мына жерде жол сұраса қосып жіберсек 32,5 болады. Алып жіберсек, демек 12,5 деген жауап шығады. Енді 38-ші сұрақ. V тең 4 деген. N тең 5-ші секундтағы жолды сұрайды. Демек, Sn-нің формуласын жазамыз. Нөлевой плюс A бөлінген 2n минус 1. Бұл формула. Нағыраймыз. V тең 4. Демек, V тең нөлевой плюс A деген тезліктің теңемесі бар еді. Сағыраймыз. Нөлевойымыз
0 A degenimiz 4 болып тұрды. Енді мынау алған мағлұматтарды мынаған қоямыз. S n тең нөлден 0 A дегеннің 4 бөлінген 2 бөлінген n секунд, нешінші секунд? 5 секунд. 5 минус 1 деп санап тастаймыз. Енді 10, 9 деп көрсек, мына жерге деген шығады. Жауабымыз да. Жоқты. Демек, кейінгі мәселе 78-ші. X тең минус 20 плюс 5-ті минус 4-ті квадрат. 5-ті минус 4-ті 2-ті квадрат. Мынаны har bir a'zosini topib beradi. Teğmen x teğmen x nolu boy plus nolu boy 4 plus artı kvadrat bölüm 2 degan teğmen isteydi. Yazamiz. X nolu boyimiz minus 20. Yani o bu nolu boy deganimiz nega boyimiz? Bu nolu boy 5 teğ. Endi a degan so'z artı kvadrat bölüm 2'nin 4'ün 2 kvadratga teң bo'ladi. Demek A bölümünün 4'ün 2'ye teң болады. A degeniz bundan almasında 2 bölümünün minus 4'ün 4 metre bölümünün içine koyalım. Demek buna tekrar almasında 2 bölümsek neydi? Tezini toğlarımız. Mesela buna ağzını toğlamayan atkartmayı teң жіберіп бар. Соқта сен harfi талаған азғаныз келіп шығады. Кейінгі мәселе. X teğmen minus 3 plus 2t plus kvadrat. 2t plus t kvadrat teğmen. X teğmen x nolu boy plus nolu boy 4 plus at kvadrat bölüngen 2'nin teğmeni var. X nolu boy bu жерде 3'e teң. Bu nolu boyumuz 2'ye teң. A degenin t kvadratı at kvadrat bölüngen teң. Sonunda A degenimiz 2 шығады бұл жерде. Енді мен қозғалыс теңдігімізді табамын. Тезліктің теңдігіміз. В тең bu nolu boy plus at, bu nolu boy 2 plus A degenimiz 2 шықты. 2t тең. Мына жерде менде 81-ші мәселеде 3-ші секундта тезлік табылып қойды. 2 plus 2 көбейтілген 3. 6, 2, 8 метр секунд болады деген жауап шығады. Демек жауабымыз да болады.